Біз 10-шы сынып геометрия курсындағы В тобының есебінен шығарып көрейік. Яғни 16-та 8-ші есеп. Бізге А, Б, С-ды А1, В1, С1, Д1 куб берілген. Табу керек С1 түзуі мен А, В1, Д1 жазықтығының арасындағы бұрышты. Ол үшін мына суретке қарасаңыздар, суретте С1 және мынау А, В1, Д1 үш бұрыштың арасындағы бұрышты табу керек. Ол үшін бізде С1 мен екеу қиылысып тұрған жоқ, сондықтан С1 менен А, В1, Д1 үш бұрышының арасындағы бұрышты табу үшін С1-ге параллель ОО1 түзуін жүргізем. Бұл ОО1 қиылысып тұр біздің үш бұрыш А, В1, Д1 үш бұрышы менен. Бұндағы С1 тең ОО1-ге. Екеуі тең. Енді біздің ізделінді бұрышымыз бұл тангенс бұрыш АО1 О бұрышы. Бұл бізде қарсы жатқан катеттің АО-ның О1-ге қатынасы. Жерде, мысалы, біз АВ тең 1 деп алсақ, значит, О1-іміз де 1-ге тең. Ал енді бізге А10-ны табу керек. А10-ны табу үшін алдыменен А-сыны табайық. А-сы тең түбір астында АВ квадрат қосылған В-сы квадрат. Тең түбір астында 1-дің квадрат қосылған 1-дің квадрат. Тең түбір астында 2. Ал АО деген осы асының жартысына тең. Яғни түбір асты 2 бөлінген 2. Енді апарып қояйық. Яғни тангенс бұрыш АО1 О ол тең АО-ның О1-ге қатынасы. АО деген бізде түбір асты 2 бөлінген 2. О1 деген 1-ге тең. Сонда түбір асты 2 бөлінген 2 болды. Есептің жауабы түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең.